Бірақ шын мәнінде олардың ешқандай, қазақша айтқанда, 3 қайнаса 300 қайнаса сорпасы қосылмайды. Бірақ олар не істейді бұның барлығын? Мұсылмандардың арасында әр уақытта бүлік салу үшін істейді. Мұсылмандардың арасында қараңыздар. Оларға шүкір Қазақстанда әйтеуір мешіттеріміз бар, Аллаға сан шүкір. Ол жерде әртүрлі имандар қызмет қылып жатыр. Білімдісі бар, мүмкін білімі кішкене кемшіліктері бар шығар. Любой кезген коллективте, кезген мамандықта мықтысы болады, әлсізі болады. Ол заңдылық, ол мүмкін емес. Мысалы айтайық, бір мұғалім ба, мұғалімдердің бәрі шеттерінен жаңағыдай ағып тұрған академик деген емес. Просто мұғалім сабағын береді, қайтады. Мұғалімдер бар, мамандығын қатты жақсы көреді. Сол сияқты айтайық, слесарлар бар, сол сияқты электриктер бар, сол сияқты полицейскийлер бар тіпті. Өзінің мамандығын жақсы көреді, адал қызмет істейді, қорықпай ұйықтайды. Сол сияқты әлсіз мамандық иелері бар. Білім аз, бірақ диплом алған сияқты мысалы. Сол сияқты любой салада. Енді мұсылмандардың ішіндегі осындай тіпті біздің дін саласында істеп жүрген имамдар болсын, ұстаздардың ішіндегі бір солардың белгілі бір қателерін, яғни біз ешқайсымыз қатеден пәк емеспіз. Соны іліп алады да қызы қазір кездері. Не істейді? Бүлікке бастайды. Показательный түрде имамдар болсын, ұстаздар болсын, соларды тыңдамауға шақырады. Ол айтпайды, мен тыңдамаңдар мына имамды айта алмайды, қорқады. Нәпсі үшін қорқады ғой. Бірақ та орысша айтқанда пренебрежение, яғни бүйтіп фуй деген сияқты, астағфирулла. Сіздердің әңгімелеріңізді тыңдайық, бауырлар. Сіздердің әңгімелерді тыңдайық, жақсы ма? Мешітке келген кездері, ана жерде ереже жазылып тұр. Білесіздер ғой, мысалы ресторанға барасыз, неге барасыз? Тамаққа барасыз. Ресторанға барып уағыз айтуға бармайсыз. Дискотека баратын болсаңыз, билеуге барасыз. Солай ма? Акимат барасыз, жұмыс қылмай барасыз. Мешітке келген кездері уағыз насихат тыңдау керек. Түсіндің ғой, бірінші рет келіп отқан шығарсың да? Бірінші рет келмесең, олай болса, осыны ескеріп ал да. Ал жоқ, мешітке келіп тұр, уағыз насихат тыңдамайтын болсаң, біздерінде мүмкіншіліктеріміз бар. Соған сәйкес шара қолдануға. Бүйтем, сөйтем, қырам, жайымды айтпай ақ қойын. Біз де шара қолданамыз. Шара қолданып ойлап қалмады, жұдырықпен бар, жоқ, Құдай сақтасын. Саусақ тигізбейміз біздер. Бірақ шара көре аламыз. Өйткені мына жерде отырғанда біздер довойны отырмаған шығармыз деп ойлаймын да, субханалла. Солай ма, бауырым? Естеріңізде болсын, барлығыңызға қатысты бұл, тек қана бұл шекке емес. Себебі сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткенмен де олардың өзінде соңғы күнәлары кешірілген сахабалардың кезінде қарсы шыққан хауариждер болды. Қарсы шығушы. Хауариж деген сөздің бір варианты революция қылғыштар дейді, яғни бүлік бастағыштар. Олар не істеді? Олар алдыда Құранның ішінде аят бар, қараңыздар. Ла хукм, астағфирулла, ла хукма илля лиллах деген аят бар. Ондай аят бар. Яғни Алланың үкімінен басқа, Алланың билігінен басқа ешқандай билігі жоқ деп. Бір-екі осындай аятты алып алды, ауызбилля. Мұсылмандардың ішінде кейбір сахабаларды да өлтірді, ауызбилля. Ол сахабалардың кезінде болды ма? Ол табиғиндердің кезінде де болды, өкінішке орай. Тіпті пайғамбар, мысалы білесіздер, Қазақстанда мұсылман ахлі сүнна уәл жамаға болатын соң 4 мазхабының бірі, негізін салушы имам Малик рахматуллаху алейхидің кезінде бір кісі болыпты. Әлгі кісі алады дегенде сахабаларға тіл тигізе бастайды екен. Ана сахаба бүйтті, ана сахаба сөйтті, ол Құдай лағнет болсын деп. Сосын әлгі имам Малик алады да сұрайды, сен мұхажир болдың ба дейді. Яғни сен Алланың разылығы үшін кезінде Меккеден Мединеге көшіп келдің ба дейді. Жоқ дейді. Сен ансар болдың ба деді. Сен сол Меккеден көшіп келген сахабаларға көмектесуші, жәрдем беруші сахабалардың қатарында ма? Жоқ болды. Олай болса сен олардың қарсы сөз айтуға ешқандай хақың жоқ деді. Сен олардың артына ерушілердің емессің. Тіпті мына Құран-ы Кәрімнің аяттарына қарсы шығусың деді. Сол себепті әлгі надан бауыр да, әлгі мұсылман бауыр. Я намаз оқитын бауыр, бірақ надан бауыр. Біздер ойламай, құрметті жамағат, адам намаз оқи бастаса, болды, ол судың бетіне жүретін әулие екен деп. Жоқ, Құдай сақтасын. Өкінішке орай кейбір адамдар болады, намаз оқи бастайды, бірақ намаз оқығанға дейінгі өзінің жаман әдеттерін, өзінің гнилой істерін, өзінің гнилой сущностін сақтап қалады. Сақтап қалғанымен қоймай, осы гнилой саған сәйкес сасып жүреді, ауызбилля. Айтамын ғой мен,
кемшілігін тауып аласыз. Кез келген адамнан без разница. Президент болсын, муфти болсын, имам болсын, кім болсын, о болсын. Бірақ бізді Алла тағала біреулердің кемшілігін айта беретін болсаң, соған қарап тұрып, соған сәйкес тиісе беретін болсаң, не табасың? Өзің ағыл да, мән бер да көбірек. Сен Алла тағаланың Құрани кәрімдері айтылып жатыр ма? Сен соған сәйкес көбірек тыңдап қалуға тырыс та. Жұма күні Алла тағала Құдайға танысуға апта 7 күнде бір рет қылып қойды. Не үшін? Біздердің иманымызды күшейтіп алу үшін. Аптаның 6 күнде әлсіреп қаламыз, біз рухани әлсірейміз. Бірақ 7-ші күні келеміз бір күшейіп аламыз иншалла. Как бізге заряд, энергия береді да. Ал жоқ, мешітке келеді ауызбилля. Тыңдамайды. Онан қалса, я не понимаю казахский. Я уже 35 лет живу дейді да, астағфиралла. Білмесең үйрен. Сонда бауырларымызға айтам алдында. Хочешь на русском істем, и на русском не хочу дейді да, ауызбилля. Мешітке келеді, қазақша айтылған уағызды тыңдамайды. Жақсы енді. Хочешь я тебе на русском істем, нет, и на русском не нужен дейді. Бұл қандай ниетпен келіп отыр, ауызбилля, білмеймін. Алланың үйі ғой мынау енді. Бұл әкімнің, президенттің, или бір рудың тайпасының бастығы, или бір бизнесменнің үйі емес. Бұл мешітке келдің сен. Мешітке келдің ба, Құран аяттарын тыңдамасаң, сенің намаз оқығанның түк пайда жоқ, субханалла. Саған қадам мешітке келіп тұрып, Құрани аяттарын тыңдамағаның қиямет күні сол мұсылманға, сол намазханға қарсы дәлел болады. Өйткені кәфірлердің мысалы сондай еді, олар Құран аяттары оқылған кездері әр уақытта теріс бұрылатын еді. Мысалы сізге бір адам келіп тұр, бір нәрсе айтып отыр, сіз жақтырмасаңыз істейсіз, артыңызды бересіз, бокым тұрасыз, тыржиясыз да. Кім еді мынау дегендей. Ал ол сіздің тыржиюыңыз, теріс бұрылуыңыз, ол сіздің тәкаппарлығыңыз, ол сіздің дьявольский сущностіңіз былайша айтқанда. Өйткені ғұламалар айтқан, кімде-кім тәкаппарлық болса, дьявол деген сөз, диаблус, яғни европалық тілде деген, ағылшын тілде, онан иблис деген сөзден шыққан. Иблис, диаблус екеуі бір мағына. Яғни сен иблиспен байланыс орнатып отырсың да. Сен менсінбейсің. Мешітте айтылған имамдардың, ұстаздардың насихаты, өй, бұлар не біледі, анау мынау деп тыржындайсың. Білеміз, я бар ондайлары. Соған сәйкес сенің тыржындауың ақыр алады да, бір күн тыржындап шалқаңнан құлайсың. Осыдан айтып отырмын ғой, 25-26 жыл бұрын кезінде батыс өңірінде бір мешіт ашылды. Сол кездер бір жамағат болатын. Қазақша түсінбеймін дейді. Сол кезде ана кісіге айтатым, жас балалар ғой. Ей, бауырым, жүр, мен саған ана имаммен сөйлесе алмасам, сөйлестіріп берейін, екі орта, как елші болайын, жүр, барайықта десем, ана жігіт шалқаяды ғой, өзі бой кішкентай шалқаяды анан. Ей, жүрші бар, компромисс, нағылайықта десем, жоқ, тыңдамайды. Я не понимаю казахский. Ей, жақсы, мен саған орысша түсіндіріп берейін. Ақыры, Құдай сақтасын, өздеріңіз білесіз, Қазақстанда осы 2010 жылдары Құдай сақтасын теракттар болды әртүрлі. Терактыны оларды алды да, құтырған ит сияқты атып ұстап, жаназасы көрініп жатты. Полицияға қарсы шықты олар. Полициямен атысып өлді, кейін фотосы шығып тұр, содан бір-екі жігіттер. Кезінде бит шалқаятындар. Мен айтам, ей, жүр сөйлесек, ол имам да пенде ғой, ол да адам ғой. Түсіндірейік, білмей жатсаң айтайық, или бір кездейік деймін. Жоқ, не признаю, короче, все. Они такие-сякие, ой, субханалла, ой, не істейсің оны такие-сякие екендігін. Сол сияқты құрметті жамағат, сіздер ойламаңыздар, бұл тек Қазақстанда болған екен деп. Жоқ, бұндай оқиғалар осыдан почти 43 жыл бұрын Саудияда болған. Саудияда осыдан 1979 жылдары ноябрьдің 20-ларында сондай ауызбилlah мұсылман әлемінде сондай бір ауыр сынақтардың бірі болды. Харам мешіті бар емес, Меккедегі қажылықта болғандарыңыз барған шығар, иә? Умраға барғандарыңыз бар ғой, білесіздер Харам мешіті. Сол жерде 50 мың адам примерно қажылық қылып жүрген кездері Джухаймин әл-Утайби деген кісі өзінің примерно 200-ден ба 300-дей адамды жинап отырып, Харам мешітіне келген қажыларды атып өлтірген. Оның қасында Мұхаммад әл-Қахтани деген өзінің духовный лидері болған. Көрдіңіздер ме? Яғни осы 43 жыл бұрын. Яғни Саудияның өзінде болып тұр да бұл. Араб әлемінде жалпы мұсылмандардың бәрі көз тігіп қарайтын. Яғни қазіргі кейін 2013-16 жылы шыққан Игил Дағиш бар, солардың ата-бабалары ғой шыққанда. И сол сияқты адамдар өкінішке орай қазір Қазақстанда жоқ дейсіз бе? Ешкім кепілдік бере алмайды. Солай емес пе, Жәке?
ешкім кепілдік бере алмайды жоқ емес екенде. Хоть полицейский болсын, хоть прокуратура болсын, хоть ұлттық қауіпсіздік комитеті ешкім кепілдік бере алмайды. Ана спящий ячейка деген ұғым бар. Біледі жаңа полиция саласы жұмыс істейтіндер. Олар спящий ячейка болып жұмыс істеуі мүмкін. Олар жаңағы мешіттерге келген кездері показательный игнор болуы мүмкін. Мешіттерде имамдар уағыз қылып жатқан кезде жұрттың бәрі отырып тыңдап жатса, олар алып тұрып құдай сақтасын қақиып тұрып тыңдауы мүмкін. Неге? Өйткені олар мешіттегі имамдардың, ұстаздардың уағыздарын ни во что не ставить дейді ғой. Прикрывается, типа, я не понимаю казахский, но я здесь зарабатываю миллионы, дейді да. Не знаю, там, жируют, кайфуют, ну кого-то ждет, короче, астафырла. Бірақ нені күтіп отыр? Бір фитнені күтіп отырған болуы мүмкін. Шын мұсылман елінде өмір сүріп, шын Қазақстанда өмір сүріп, шын мұсылман әлемді сыйлаған болса, осында мешітке келіп отырып, түсінбесе де әдептілікпен отырады да. Сол себепті құрметті жамағат, не дейді? Біздер ойламайық. Қазақта мынандай бір сөз бар, жау жоқ деме жарасында дейді. Қазіргі мына геополитикалық ойындар, әртүрлі ұлттарды біріне бірі қарсы қою, әртүрлі бұлар болмасламадан іліп алып, бір екі ұлттың арасына керосин құйып жіберіп өзі қашып кететін жаңа пройдоха, провокатор, проповедниктер бар. Алады да мысалы құйып жібереді де керосинді. Өзі жаңағы мұсылман елдеріне мәле Меккеме, Мединеге, Малайзияма, Египет барады, қашып кетеді астағфиралла. Самолет алды, бір 15 секунд минутта кетіп қалады. А мына жақта қалады аңқау мұсылмандар. Бір-бірімен ырылдасып. Сол себепті құрметті жамағат, біз көзімізді ашып қарау керекпіз ондай адамдарға. Сақ болу керекпіз. Ондай адамдар біздің арамызда жүр. Олар да мұсылманмын дейді, мұсылман, сен жүрегін ашып қарамайсың, Құдай сақтасын. Пайғамбар саллаллаху мұнафықтардың мұнафық екендігі білді, яһудилердің яһуди екендігінде, бірақ сен тозақсың деп айтқан жоқ па?